Қаржы жүйесі елде ақша қалай жұмыс істейді? Қаржы жүйесі дегеніміз не? Бұл қаржы ағындары мемлекеттен, бизнестен және азаматтардан өтіп, қозғалысқа түсетін институттар, нарықтар мен ережелердің жиынтығы. Қаржы жүйесі өзара байланысқан құрамдас бөліктерден тұрады. Олар бірге ақша айналымын қаржыландыруды, тәуекелдерден қорғауды және экономиканың өсуін қамтамасыз етеді. Негізгі элементтері мемлекеттік қаржы, жеке және корпоративтік қаржы, банктер, сақтандыру, қор нарықтары. Мемлекеттік қаржы бұл мемлекеттің кірістері мен шығыстары. Оларға салықтар, бюджет, мемлекеттік қарыз және субсидиялар жатады. Мемлекет оларды бюджеттік саясат және ресурстарды әлеуметтік және инфрақұрылымдық қажеттіліктерге бөлу арқылы басқарады. Жеке қаржы бұл отбасының қаржысы, кірістер, шығыстар, жинақтар, несие және сақтандыру. Корпоративтік қаржы бұл бизнестің ақшасы. Оларға кәсіпорындардың инвестицияларды, пайданы, қарыздарды және капиталды басқару кіреді. Банктер салымшылар мен қарыз алушыларды байланыстырады. Сақтандыру тәуекелдерден қорғайды. Қор нарығы құнды қағаздарды сатып алу және сату мүмкіндігін береді. Бұлардың бәрі қаржы жүйесінің бөлігі болып табылады. Қазақстанда қаржы жүйесіне ұлттық банк, қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі, Қаржы министрлігінің қазынашылық комитеті, бюджет жүйесі, салықтар, банктер, нарықтар кіреді. Бұл құрылымдар мемлекеттік қаржыны басқарудың негізгі құралы. Бюджет арқылы тығыз байланысты. Мемлекеттік бюджет қаржыны басқарудың негізгі құралы. Оған республикалық және жергілікті бюджеттер кіреді. Ақша, білім, медицина, қауіпсіздік және басқа да қажеттіліктерге бөлінеді. Бюджеттің толықтырылуы негізінен салықтар арқылы жүзеге асады. Бұл қаржы жүйесінің басты элементі. Салық жүйесі мемлекеттің қаржылық тұрақтылығының негізі. Салықтар азаматтар мен компаниялардың мемлекет бюджетіне міндетті төлемдері. Бұл қаражат білім, медицина, жол салу, қорғаныс және басқа қоғамдық қажеттіліктерге жұмсалады. Негізгі салықтар арасында жеке табыс салығы қызметкерлердің жалақысынан ұсталады. Корпоративтік табыс салығы заңды тұлғалар табысынан төлейді. Қосылған құн салығы тауарлар мен қызметтердің бағасына енген сатып алушылар төлейді. Акциздер белгілі бір тауарларға салынатын салықтар. Мысалы, алкоголь, темекі, жанар-жағармай. Қазақстан ұлттық банкі елдің қаржы жүйесіндегі негізгі буындардың бірі болып табылады. Қазақстан Республикасының ұлттық банкі елдің орталық банкі. Негізгі мақсаты Қазақстан Республикасында баға тұрақтылығын қамтамасыз ету. Осы негізгі мақсатты іске асыру үшін ұлттық банкке мынандай міндеттер жүктелген. Мемлекеттің ақша кредит саясатын әзірлеу және жүргізу, төлем жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету, валюталық реттеу мен валюталық бақылауды жүзеге асыру, қаржылық жүйенің тұрақтылығын қолдауға жәрдемдесу, ақша несие статистикасы және сыртқы сектор статистикасы саласында статистикалық қызметті жүргізу. Бұл шаралар банк дағдарыстарының алдын алу, салымшыларды қорғау және елдің қаржы жүйесіне деген сенімін нығайтуға бағытталған. Ол елдің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуде шешуші рөл атқарады. Коммерциялық банктер қаржы секторының негізі. Олар несие береді, салымдарды қабылдайды, банк карталарын шығарады, онлайн операцияларды жүзеге асырады. Қазақстанда ірі жүйелік банктер де, аймақтық банктер де жұмыс істейді. Коммерциялық банктер қаржы секторының негізі. Олар несие береді, салымдарды қабылдайды, банк карталарын шығарады,
онлайн операцияларды жүзеге асырады. Ұлттық банк олардың қызметіне пайыздық мөлшерлемелерді реттеу, резервтік талаптарды белгілеу және қаржылық жағдайды жақсартуға қатысу арқылы ықпал етеді. Сонымен қатар, микроқаржы ұйымдары, сақтандыру компаниялары, несие серіктестіктері және лизинг фирмалары жұмыс істейді. Олардың барлық қызметі қаржылық реттеу агенттігі арқылы бақыланады. Банктік жүйе ақша мен экономикалық өсім арасындағы байланыстың буыны. Келесі деңгей қаржылық нарықтары. Онда капиталдар, инвестициялар және валюта айналымы жүзеге асады. Коммерциялық банктер мен қаржы ұйымдары осы нарықтардың белсенді қатысушылары болып табылады. Инвестициялық өнімдерге, валюталық операцияларға және несие беруге қол жетімділікті қамтамасыз етеді. Қаржы нарықтарының құрылымын түсіну, ақша экономикада қалай жұмыс істейтінін көруге көмектеседі. Барлық қаржы нарықтарының ішінде ерекше рөлді қор нарығы атқарады. Өйткені ол бизнес пен инвесторлар арасындағы байланыстың негізгі буыны болып табылады. Бір жағынан, қор нарығы компанияларға даму мен кеңею үшін қажетті капиталға қол жетімділік береді. Екінші жағынан, инвесторларға бағалы қағаздарға салған инвестицияларынан табыс алу мүмкіндігін ұсынады. Қазақстандағы қор нарығының негізгі алаңдары кассе, акциялар мен облигациялар саудаланатын елдің негізгі биржасы және жаһандық инвестициялық мүмкіндіктерге қол жетімділік беретін халықаралық биржа AIX болып табылады. Қаржы нарығының маңызды сегменті валюталық нарық. Валюталық нарық экономикада маңызды рөл атқарады. Мұнда елдер, компаниялар, банктер мен азаматтар арасында валюта айырбасы жүзеге асады. Еркін айналым жағдайында теңгенің ұзақ мерзімді бағам тренді іргелі фундаменталды факторлардың, оның ішінде мұнай бағасының, негізгі сауда серіктес елдерінің валюта бағамдарының, төлем балансының жағдайы, инфляция деңгейі және әлемдік пайыздық мөлшерлемелер әсерінен қалыптасады. Теңге күн сайын әлсіреу немесе нығаю бағытында қозғала алады. Ал теңгенің бағамының ауытқу амплитудасы нарық қатысушыларының күтулеріне, әлемдік нарықтағы динамика және ішкі факторларға тәуелді. Айырбас бағамының тұрақсыз ауытқуларын болдырмау, артық құбылмалылықты жұмсарту және шетел валютасын ұсынуды қамтамасыз ету мақсатында ұлттық банк валюталық интервенциялар жүргізу құқығын өзіне сақтайды. Бірақ бұл теңгенің ұзақ мерзімді тренді қалыптасуына кедергі жасамайды. Жаһандық қаржы жүйесіне тиімді қатысу үшін Қазақстан халықаралық қаржы ұйымдарымен ынтымақтастық жасайды. Олар инфрақұрылымды дамытуға көмектеседі, реформаларды қолдайды және тұрақты өсімді қамтамасыз етеді. Қазақстан халықаралық қаржы ұйымдарымен ынтымақтасады. Соның ішінде халықаралық валюта қоры экономиканы тұрақтандыруға несие береді және консультациялар ұсынады. Дүниежүзілік банк инфрақұрылымдық және әлеуметтік жобаларды қаржыландырады. Азия даму банкі тұрақты өсімді қолдайды. Оның ішінде энергетика, көлік және білім беру салаларында. Еуразиялық даму банкі Еуразиялық экономикалық одақ елдеріндегі интеграция мен инвестицияларды дамытуға жәрдемдеседі. Бұл ұйымдар дамуды қолдап, несие береді және реформалар бойынша кеңес береді. Қазақстан жаһандық қаржы жүйесінің бір бөлігі. Халықаралық қаржы ұйымдарына қатысу Қазақстанның әлемдік аренада толыққанды ойыншы болуына көмектеседі. Осы арқылы ел жаһандық экономикаға қосылады, сыртқы сауданы дамытады және инвестицияларды белсенді тартады. Біздің еліміз басқа мемлекеттермен сауда қарым-қатынасын қарқынды дамытып, халықаралық нарықтарға қатысып, еркін сауда туралы келісімдер жасайды. Біз мұнай, металдар, уран экспорттаймыз. Қазақстан шетел инвестицияларын тартады, жаһандық логистикалық жобаларға қатысады және тұрақты макроэкономиканы құрады.
қаржы жүйесі күрделі, бірақ маңызды механизм. Оның жұмысын түсіне отырып, біз өмірде жақсы бағдарлап, болашақты жоспарлап, елдің дамуына қатысамыз.